Маған 42.500 теңге бермейтін болды. Жаңа ғана отказ келді. Сен едің ғой берет деп қоймай қойған. Қазақстандықтарға 42.500 теңге қайта берілетіндігі туралы естемес келген хабарлама туралы желі қолданушылары әлеуметтік желілерде жариялады. Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсіп министрлігі өкілдері жағдайға түсінік берді. Сіздерінше түнде жүйелерді жаңарту бойынша әдеттегі жұмыстар жүргізілген болатын. Содан төлемдерді тағайындау туралы ескі хабарлама жіберіліп кеткен дейді министрлік өкілдері. Хабарлама байланыс операторларының 400 мың абонентіне жіберілді. Бұл жағдай адам қателігінен болып отыр. Ыңғайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз. Түсінік танытқандарыңыз үшін рахмет деп хабарлайды ұлттық ақпараттық технологиялар, аэроғарыш жұртшылық